Махаббат ертегісі бірінші бөлім. Бұл бөлімде өте қызықты эпизодқа толы болады. Мейірімді әке мен ананың бейнесін көреміз. Бұл мейірімді кісі полицейский болады екен, бірақ бұны бандиттер адам жалдап кішкентай балаға атқызады. Ұлының көзінше жан тапсырған полиция қаһарманы барлық адам жиналып соңғы сапарына шығарып салады. Бұл кезде ұлы әйелін барлығы қайғырады. Ал мұнда полицейді атқызған кісі хабар алып тұрады. Тезірек бітті ме жұмыс дейді. Бітті. Енді ешкім кім өлтіргенін білмейді дейді. Ізінен түскен полицейдің өлгеніне қуанған бұл кісінің әйелі де туады, бірақ сол кезде жан тапсырады. Ал мұнда шешесі сені қарғысатсын, сендей балам жоқ, сен біреудің жанын қидың, жазықсыз жанның, енді сенің әйелің де сол қанмен жауап береді. Көрдің бе, әйеліңде де о дүниеге кетті дейді. Сол кезде қайғырады. Арада қаншама жыл өткеннен кейін әжесі кезіндегі сәбиге осы қыз өседі. Осы қызға айтады: сенің тағдырың өзгерту үшін біз бұрын барып жүрген таудың ішіндегі суға тазарын ғұсыл ал, дәрет ал дейді. Сол кезде бара жатқан кезде бұл жігіт, баяғы кішкентай әкесін атып кеткен жігіт қой, есейіп анасын туған ауылына, яғни күйеуіне апара жатыр. Бейіт басына бара жатыр. Анасының иісі дұрыс емес. Әкесі күйеуінің қазасынан кейін солай болған. Бірақ жолда тоқтап, әлгі қызды көріп қалғаннан кейін қолында еще қару болған. Не жағдай деп ізіне еріп келген кезде қыз суға жуынып жатады. Бұл қыздың сұлулығына тамсанып қалған қыз бала қарап тұрады. Тіпті көзін айыра алмайды. Не қыз, бұл есі ауысқан адам ба, әлде адам ба, или жын ба, перінің қызы ма деп таңғалып әлде де қарап тұрады. Ал қыз ештеңе байқамай, әжесі айтқандай суға барлық денесі тиетін етіп дәрет алып жатыр. Яғни ғұсыл алып жатыр. Осы су арқылы тазарынам деп ойлайды. Осылай жатқан кезде сен не істеп жатсың деген кезде қыз шошып кетеді. Сен кімсің? Сен неге мені аңдып тұрсың? Неге маған қарап тұрсың дейді. Солай тезірек киімін алуға асығады. Қарама деймін мен саған. Қарама десе де қыздың сұлулығынан көзін айыра алмаған жігіт әлі де қарап тұр. Қасына келе жатқан кезде жақындама, мен сені атам десе де жігіт тыңдамайды. Ал қыз абайсызып және қорқып, өзіне тисе де ойлап қалып, абайсызда мылтық атылып кетеді. Сол кезде бұл жігітте полиция болып жұмыс жасайды. Бұның да қаруы бар. Сенің есің дұрыс па? Неге мені аттың деп айқай шығарғанда қыз қорыққаннан қашып, орманға қарай қашып кетеді. Сол орманда қашып келе жатып, әлгі жігіттің есі ауысқан анасын көріп қалады. Бұл менің күйеуім бар, Мехмет мені күтіп жатыр. Мені Мехметке жеткізші деп қыздан өтінеді. Қыз басында келіспейді. Бірақ үйіне қайтайын десе аты да қашып кеткен мылтықтың даусынан. Содан кейін бұл әйелге көмектеспек болып, әйелді ертіп екеуі ұзын жолға шығады, жаяу. Ал анасын іздеп жүрген бала әлі де орманның ішінде. Ал мұнда анасы әдейі телефонын өшіріп, қызды өзінің күйеуінің қабырғасына дейін апарады. Сол кезде ойлайды, бұл күйеуі тірі екен дейді, бірақ осы кезде ғана көреді. Қабір басында Мехмет Елмаздың қабірін құшақтап, мен саған келдім, мен сені әлі де сүйемін, сені ұмытпадым дейді. Кино өте қызықты, жалғасын көрем десеңіз келесі бөлімде.